Мен негізі массажист адаммын. Кеше мынау ортобес массаж орталығында массажист болып жұмысқа тұрғанмын ғой. Өздері үйретеді, көмектеседі, әйтеуір. Сонымен тұрамын да ресепшндағы қыз, аға мына жерге тұра тұрасыз ба, мен сыртқа шығып келейін деді. Хорошо деп тұрам, телефон шырылдады. Алло, саламатсыздар ма, ортобес массаж орталығы деп жаңа ана қыздан үйренгенімді айтып жатырмын енді. Бір қатын, сіздер органдарға істейсіздер ма деді. Мен ойбай, біз любой органға істейміз, смело жасаймыз, келе беріңіз дедім. Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз, ішкі істер органдарына жасайсыздар ма деді. Сонымен ішетін адамдардың да өздерінің органдары болады екен ғой дедім да. Жасаймыз дедім. Сонымен дәу екі қара қатында кіріп келді ішке. Сонымен алдарына шығып, сіздер ма жаңа ішкі істер деп жатыр едім. Ей, сен кімді ішкі істеп тұрсың деп маған көршісін көрсетіп, қолымды қайырып сындырып отыр жаңа екі қара қатындар. Наряд шақыртмай жерде қырғын болып жатыр. Сонымен енді біліп жатыр ғой жаңа ішкі істер емес, ішкі істер органдары екен ғой. Мен оларға еще балдарыңызда ішкі іш па деп жаңа Құдай сақтасын деп қоямын ғой еще. Қақтан білейік, мен оны тез айтып отқаннан кейін түсінбей қалып жатыр бұл жерде деген. Балаларға бұл жерде диагностика жасаумен және емдік массаж жасаумен және соларды алдыға қарай ғылыми жобалармен жетілдірумен айналысамыз. Именно осы клиниканың ашылғанына осы 2022 жылдан бастап ашылдық. Но осыған дейін басқа орталықтарда жұмыс жасадық. Мысалы осы салада 8 жыл. Арсмұхамед Ардағұлы осы жердің негізін қалаушы, ол кісінікі 10 жыл. Клиника жөнінде бізге білуі қажет, ерте жастағы баладан 15-16 жасқа дейінгі балалар бар, ата-аналар міндетті түрде білуі қажет. Қазір баладағы гиподинамияға байланысты плоскостопия, вальгустық деформациялар және сколиоз бойынша проблемалар өте көп. Осында проблемаларды, ата-аналардың проблемасын біз шешуге әзірміз. Осыны ата-аналар білуі қажет. Жоқ, ол кісі бізге бізден оқу обучение өтем деп келген ол кісі бізге. Но ол кісінің әлі толық оқу аяқталған жоқ. Ол кісінің және де біз одан кейін барып білдік, медициналық образованиясы біріншіден жоқ екен. Бізде орталықта оқу үшін міндетті түрде медициналық образованиясы болу керек, және оқуын оқып бізден әлі ол азамат сертификатын алған жоқ. Тек іште практикалық мақсатта ғана жүрген. Ал ол азаматтың қылығына қазіргі уақытта біз шаралар қолданып жатырмыз. Но сертификат әлі ол адам алмағандықтан, жұмысқа толыққанды орналаспағандықтан, ол кісінің қызметіне бізге қазіргі таңда жауапты емеспіз.